2020 жылы грант бойынша кәсіпкерлік бөлімінен грант алдық, 2 миллион теңге мемлекеттің қолдауымен. Содан әрі қарай дамытып, көмектесті. Станоктар алдық. Қазір жұмысымыз жеңілдеді, бұрынғыдай емес, қолмен істейтін жұмыстарды аппаратпен жасап жатырмыз. 50%-ке жұмысымыз жеңілдеді. Қазалы аудандарында мен бастаған кезде жоқ еді, қазір бәрі де үйреніп, жас балдар істеп жатыр. 4-5 жерде бар темір бүйімдер цехтары. Барлығында жұмысы шүкір жүріп жатыр. 3 адам жұмыспен қамтылатын қазіргі уақытта. Алдағы уақытта бұдан да көп адамдар алып жұмыс істейтін ойы бар. Мақсаттар бар алда. Әлі де талай жалғыз Қазалы ауданы емес, осы Қызылорда облысының аудандарына, барлық жеріне осы өзіміздің шығарған темір бүйімдер цехтың шыққан темірестерімізді қамтамасыз етуіміз келеді. Тапсырыспен жасап жатыр қазір. Тапсырыстың өзі үлгеріп істеп тұрмыз. Алдын ала жасап қоюға оған біздің күшіміз жетпей жатыр. Сондықтан адам керек бізге. Сварщик мамандар керек. Мамандығым сварщик. 5-ші кәсіптік лицей мектебінде бітіріп шыққан. Бұрынғы көптен. Әр жұмыстың өзінің қиындығы бар ғой, бірақ істей шынығып қазір оңайлады бізге. Басында қиын болды. Нөлден бастағасын. Қалай істейтімізді, қалай шығаратымызды оның бәрін өзіміз ойдан шығардық. Дизайнның бәрін өзіміз жасаймыз. Осының кейбірі бар, істелген вороталарға қарап жасаймыз. Интернет бар, сапасы жақсы. Біз ауылда істеп отқаннан кейін, не барынша жақсы материалдармен сапасын жақсартып істейміз. Шикізатты ауылдан аламыз. Құрылыс магазиндерінен, өңірсақтан аламыз. Арман ойлар көп. Халыққа қызмет етуге, сапалы қызмет етсек, істеген заттарымызды жұрттарға қатып пайдаланып